14 қасқыр 1995 жылы Йеллоустон паркіне өз еркімен жіберілді. Ғалымдардың түсіне де кірмеген болар, сол 14 қасқыр бүкіл экосистеманы өзгертеді деп. Паркте 70 жыл бойы қасқырлар жоқ кезде бұғылар емін-еркін өмір сүріп, тым көбейіп, микрофлораның жойылуына зиянын тигізген. 14 қасқыр барлық бұғыларды жей алмаса да, оларға жайылымдарын абайлап таңдап, кейбір жерлерге тіпті жолатпады. Бос қалған жерде өсімдіктер өсіп, парк бойынша 6 жыл ішінде ағаштың саны 5 есе көбейді. Өздеріне плотина жасайтын борсықтар көбейді. Көлшіктерде балық, кәмшат, выдра, үйректер көбейді. Қасқырлар шакалдардың дамуын азайтып, тышқан мен қоян көбейе түсті. Ал олар өз алдына сұңқар, түлкі сияқты жыртқыштарды қызықтырып, паркте өмір сүруіне жол ашты. Аюлар да паркке үйір болды. Себебі олар қасқырлардың тамағын тартып жеп, аш қалмайтынын білгендей. Одан да қызықтысы, қасқырлар өзен ағысының бағытын өзгертті. Олардың арнасы түзеліп, жағалар эрозияға ұшырамады. Себебі бұғыларды азайтумен өзен жағаларына өсімдіктер, ағаштар өсіп, өзен арналары тұрақталды. Солай парктың географиясы да өзгерді. Бұл сол 20 жыл бұрын паркке жіберілген 14 қасқырдың пайдасы. Бұл оқиғадан шығатын тағы бір түйін бар. Біздің елімізге де қасқыр жүректі, елін сүйетін, жерін сүйетін батырларымыз әлде қалай керек сияқты.